serpildi. Uyqusundan yel turdi. Atqa min, qazaq atqa min, maydonga. Atqa min, qazaq atqa min, maydonga. Hayda, to'xta. Olma. Жолдас командир, bir top balası жауынгерлер сіздің қарамағыңызға кетті. Одан алыс жерге келеміз. Вольно. Ал. Болашақ жауынгерлер. Сөйлеңдер. Жолдас командир, бәріміз де өз еркімізден әскерге сұрана келдік. Неміз басқыншылармен соқсамыз. Я. Солай деңдер. Мылтық ата білесіңдер ғой. Білеміз. Мен жолдас командир, ұшып бара жатқан үйректі көздемей қап түсіре берем. Атаң басы. Жау саған үйрек емес. Мылтық ата білсең, оны алып жүре де білесің ғой. Мылтық түгілі бір қап бидайыңызды иыққа сап қайқаңдай жөнелгенде сіз менің күшімнен қорықпаңыз. Мылтықты жай көтеру бар да, оны Берлинге дейін жеткізу бар. Енді мылтықты орта жолда тастап, немістерге өлең айтуға бармайтын шығармыз. Тіл бар, алақай. Тіл ұзын, бой қысқа. Сіз мен бойыма қарамаңыз. Соғыс басталғалы шөгіп қалған бойы кемітіп қайтесіз. Ағаларыңыз, әкелеріңіз майданға кетіп, мына бар үйдің жұмысы мына мойныңызға түссе, көрер едім. Ағай, біз бұны пипен қортық дейміз. Бойыма аласа демесеңіз, осылардың бәрінен үлкенмін. Жас деген бір жерге келіп қалды. Нешедесің? Нешінші сыныптасың? 16-дан 18-ге кеттік. 7-ші класста. Жолдас командир, биыл бір класста 3-ші жыл отырмын. Сабақ жағынан кінәліміз. 3 жыл. Жоқ. Жаман оқушы жақсы солдат болмайды. Жолдас командир, 3 үйдің жұмысы мойнымда. Оның үстіне колхоз жұмысы, шөп шабу, шым ою, егін ору, тіпті қыста мал жалауға дейін менің мойнымда. Сабақты қай уақытта оқимын? Ағай, оның үстіне немістерге септік жалғаумен көбейту кестесін айтуға бармайтын шығармын. жолдас командир, мен жақсы оқимын. Мен алыңызшы. Сен нешедесің? 14-темін. Жоқ, сен тым жассың. Айттым ба сендерді алмайды деп. Жассыңдар, мен болсам бір сәрі. Өй деген, жасқа қарамайды. Украинада бізден жас балалар жүр емес пе? Олар жау қолында алған балалар, партизандар. Маған партизан болса да бәрібір. Әкемді көре алмайым ғой онда. Әкең қайда? Соғыста, 2-ші Украина майданында. 5 ай болды хат келмеген. Фамилиясы кім? Мәмбетов. Білесіз, соңғы рет командирім мақтап жазған хатты өзіңіз әкеп бергенсіз. Я, білем. Папаң ең алдыңғы қатары солдат, өте мақтаулы азамат. Сенің атың кім? Бақыт. Оны біз сыбызғы дейміз, сыбызғыны күшті тартады. Ақын өзі фашистерге шығарған өлеңі де бар. Солай ма? Қане, айтшы бақты өлеңді. Сонда тыңдайық, қане. Бақыт, слушай мой команда. Енді, сіз сұраған соң айтайын. Фашистер қанға тоймаған, адаммен топша ойнаған. Айн, звайн, драйн. Болсам да мен сыбызғы қылдай құрай. Қолымда 2 пұттық пулеметпен сендерді жоқ қыламын шөптей турай. Фашист, колбаса, мен турай, сен аса. Аталар салған батырлық жолда, айнымай біздер тұрамыз. Отанға кірген аш қасқыр, ата жауды қуамыз. Айн, звайн, драйн, біздің салтымыз солай. Ох, дезертир, менен бәрібір құтылмайсың. Қазір әкеңе танытайын. Қане, бәрім алдыма түсіңдер. Баттал, не болып қалды соншама? Оның ардан неге сұрамайсың? Күз болса мынау қырау түсе бастады. Егін жиналмайды.
Ох, дезертир. Соғыста бұлай қашса, так сказать, атып тастар ем. Балалар, шында бұларың жарамаған екен. Сендер майданға барамыз деп, жұмыс тастап келіп тұр екенсіңдер ғой. Егін даласы майдан даласы емес. Көрсетейін мен саған майдан даласын. Бұның шегедей болып, майданшылына не бересің? Сонда немене? Ай артынан шарқау жүре береміз де барамыз майданға. Әкелеріміз де ардақты емеспіз. Хватит енді! Балалар, сендер бір нәрсені түсінбей тұрсыңдар. Мұндағы айыр күректе, соғыстағы мылтық, егін даласы екінші майдан. Оларға нейме мөңке керек? Давай алға түсіңдер. Табандарыңды түліптіріп жұмыс істетпесен бар ғой. Көздеріңе көк шыбыны белетейін. Жолдас ефрейтор! Ей, маған әкірің деме. Сенделердің талайын, орысша айтқанда, видаль. Азаматтар, қатарға тұрыңдар. Қане, тік тұр. Ортаға теңел. Балалар, сендер тылдағы жауынгерсіңдер. Сендердің әкелерің, ағаларың майданда қан кешіп жүр. Оларға жылы киім, оқ дәрі, нан керек. Оны дайындайтын тылдағы біздер. Сендер бала болсаңдар да, бар жұмысты атқаратын азаматсыңдар. Тылдағы көмек сендердің қолдарында. Отан сендерге қарап жатыр. Егер жау тез шегінсін, жеңілсін десеңдер, жұмыстарыңа барыңдар. Қане, бұйырамын. Тік тұр. Солғы. Сол иықпен адымда. Забивай! Қара дүние серпілді, серпілді. Баттал, сен тұра тұрш. Сен балаларға тым қатал екенсің. Немен? Олардың ауызда еміз сонды. Қазір жерде бірден жиналмай қалса білемсің. Оның аты отан алдында преступление. Қазір балаларға мөймен келетін уақыт емес. Ол түсінікті. Бірақ баланың аты бала ғой. Бұлай алдап жұмсамайсың ба? Алдап? Басыңа шығып ойнақтасын дейсің ғой. О балы маған емес. Так сказать, фашистерге. Жасыңдағы әпер бақандығын әлі қалмаған екен Баттал. Немене? Мұның да қалай түсіндігі ғой? Соғысқа барып, басып қайтпадым дегенің бе? Байқа, балаларды қиял етіп алма. Өзімде де бір түйін ер бала. Соғысқа бармаған сендер не білесіңдер? Ол түсінікті ғой. Бірақ қазір кімнің төрт құласы түгел дейсің. Сен жана бақыт деген баланы қатты ренжіттің. Одан кешірім сұрауың керек. Немене? Титімдей баладан ба? Титімде емес. Ол енді өз үйінің бас көтерер азаматы. Үйдің иесі. Бас көтерер азаматы? Иесі? Оның әкесінің көзі тірі тұрғанда, оған хозяин болу қайда? Оның әкесі енді бұл дүниеде жоқ. Немене? Бұл дүниеде жоқ? Солай Баттал. Осы сенің ақ күйін таси береді екен. Күйдің не бөгеті бар? Ой, проклятый. Осы сендер болмағанда бар ғой. Осы қара басын алмай жүрген шалапайлар маңына жуытар мен. Ей, өп қалды кенерде. Қожамыз, ерекенсі жасырмай шық жекке-жекке. Ерекенім рас, бірақ андағы тұрмауытпен жарғызатын сенің басындай далада жатқан бас жоқ. Әттен бұрыныңды бет қыларым. Мен сенің ана аузыңды күн шығыстан қаратам. Әттен қара пепеннің артынан тығылмасам. Ей, менен не жұмысың бар? Ал бұл менің артынан тығылмаса, не істерің? Кеңірде. Жерге қағып жүріп, Бұл немене? Жерге қағып, қайттан суыр олайыртын. Шегем екен, мәлімдеше. Қаға қой. Жүр бар. қағып жүріп, жалпаның түсінемін. Әттен, әкең әскерде жүр, аяймын. Оның аяғы шындар егі. Кеңірден жуайын.
Atsan! Sтай! Sen ne kadar tegel olasın? Көрмеймісің? Шалғын тістерін ауыстырып отырмын. Оған не бол? Арамшөпке қақалып, бір-екі тіс сынып қалыпты. Соғанда сынама? Немене ол? Кемпірдің тісі ме? Итке қақалса, адам өртте қалады. Былтыр Бестеректе бір қомағай шалып, біреудің жаназасында етті бүтеудей тығыз жіберіп, етіне ары, не бері кетпей жан тапсырған. Хватит! Ей, напрасын сөздің қажет жоқ. Бақ, сенің қолыңа не бол? Арамшөптерді жұлып атқан кезде көлік жүріп кетіп. Әйтеуір саусақтарың аман ба? Ештеңе етпей, қатты дым кескен жоқ. Өзіңіз айтқанындай, два свадьбы заживет. Ал сендерге не жетпей қырқысып жүрсіңдер? Так сказать, қораздар қысып. Әлгі қарап бетін сынып мүйізін кезекпен мүшек қой. Міне немене? Отстай! Порядкімен сөйлеңдер. Содан мына қожанасыр әбдіш шабдаратты жылқыны 2 күн қатарынан мініп кетті. Шаман өгізбен қырман басына бүгін зорға жетті. Сен онда тырнауышқа отыр. Карапинің сынық мүйіз түгілі Бопанқарада тырнауышқа жүре алмайды. Бопанқарада, Топанқарада керек жоқ. Енді кәр сұраусыңды ғой, мұнан басын қағайырам. Отстайт! Ей, өзің теңірдек десе деген дейсің ол. Істейтінің, так сказать, төбелес! Ерегес! Ей, өгіздің қасиетін білмейтін бұзаулар. Осындай өгізбен біз майданға дейін барғанбыз. Майданға деймісіз? Түк білмейсіңдер. Батекең, бәйге шоқ дейін өгізбен талай немістер қырып салған. Қырса несі бар? Қырғам? Аға, шынында немістерді көрдіңіз бе? Соғысқа барған адам немісті көрмесіне. Тіпті осылай отыр әңгімелескенмен де. Батекең талай рет олармен табақтас болған. Табақтас нес? Аға, немістерді қалай көрдіңіз? Өздері қандай болады екен? Әңгіме айтып беріңізші. Аға, әңгіме айтып беріңізші. Әңгіме емес, так сказать, ертегі де. Пипин құрт, сен ақ менімен ойнамастан отыра алмайтын болдың. Соңғы рет марқұм Байгешолаққа мінгесіп Иванов деген сержант екеуміз немістерден Тіләкөліге барғанбыз. Ненің тілі? Өгіздің тілі. Немістің тілі. Немецкий язык, балалар, язык. Сөйдемейсіз бе? Немецкий язык деңіз. Түн тастай қараңғы. Тезірек айтылмай тұрып, немістерін білек Тіләкөліге қойық деп, Байгешолаққа мінгесіп келе жатқанбыз. Алдымыздан өңкейіп немістің тигрі шыға келмесі бар ма? Тигр! Арыстан ба? Арыстан деген лев, тигрді жолбарыс дейді. Сауатсыз. Оттапсыңдар. Ол танк емес пе? Сөйте тұры. Майданға барам дейсіңдер ау. Үлкендігі тура біздің колхоз сарайында. Бізді көріп қал. Атам жаудан қайтпаған, нағасым қарақса қоблан емес пе? Ивановқа белінен мықтап ұста дедінде, қайқы қылсын жалақтата, отаншын алға деп ұмтылдым. Бір кезден тигрдің ішіне 100-ге тартан неміз шашылып қалды. Тигрдің қарны жарылып болды ма? Онысы қайдам, біз тұра қастық. Жаудан бетіңіз қайтпаушы еді ғой. Біздің задачамыз, так сказать, Тіләкелі ғой. Тіләкелу. Қасым бөгемешсің. Батекең бөгелейін деп тұрған жоқ. Содан қасып келе жатып, бір өзенге қойып түстік. Үстіміз мал-маңдай су. Енді не істеу керек? Кептіру керек. Содан соң өтектеу керек. Тура айтасың. Қалай кептіру керек? Бір-ақ амал болу. Тезек теру керек. Сөйтіп әпсәтте Иван өкеміз бір қап тезектерді тастадық. Жаңа түн тастай қараңғы еді ғой. Қалай көрдіңіздер? Ай туатындай мезгіл болды ғой. Ай туған. Және Украинаның айы қазақ қаруан дөңгеленгендей дәу болады екен. Сөйтіп
от жағып әңгімелесіп, таксикажат қақтанып отырмын. Bir кезде ана жерден бір неміс келіп, отқа темекісін тұтатып, бұтып сатып әңгімелеп отырған. Bir кезде, осы сенің шашың неге қара дейді? Қазақ болғанда қара болыпты дедім. Деп қояды. Әлден уақыттан кейін, осы сенің көзің неге қара дейді? Ол кезде сіздің екі көзіңіз де бар ма еді? Қазір әрине бар. Сөйтіп, қазақ болған соң қара болыпты дедім тағы да. Bir кезде қазақ деп отырды да, құйрығына шоқпа сұлығын баз етіп, Русь деп аттан салмасы бар ма? Сол жерде сағат төбелесе кетті. Басқа немістер де келіп қалды. Сарт алса кеттік. Маған бір дәу неміс деген екен. Мені бұлайда лақтырады. Мысықша декет етсін өзіне. Қайта атылады. Жан басқа алмайсың, жан басқа. Шығып салып іске кетпейсің. Оған бола қоя ма? Әлден уақытта. Сенің ұлтың кім дейді маған? Ұлтың қазақ демем, аузына көбігі шығып кет, зынданып кете жүрсін. Неміс екен? Сөйтіп әлден уақыттан кейін сұрасам, бізде сендермен соғысатын кезде ең алдымен қыратымыз қазақ болады дейді. Сендер шеттеріңнен мерген, снайперсіңдер дейді. Мә ендеше деп әуелі қазақшалы іштен салып, аузына періп кетті. Көл басша шығып кетті. Одан кейін сөйлетерін деп қапқа салып алдым. Көл басша шықса, қалай сөйлейді? Олар жылан сияқты, түрге береді. Содан өктеп шалбарымды киіп отырсам, тағы біреу келіп, тұра тұр тамағыма. Тамағы қаздың жұмыртқасында екен, мыжып жатырмын. Әуден уақытта, ойбай, жібер деукесі бар ма? Өздері қазақшаға суда екен о? Ей, пипин құрт, сен де менің сөзімді бөле бердің ғой. Қойыңдар балалар, бол. Әңгіме бұзау емізет, бұзау таяқ жегізет. Ертең азанмен жұмысқа тұрамыз. Ертерек жатың. Аға, бүгін ағара айран да келген жоқ. Ірімшікте бітіп қалыпты. Аға келе жатыр. Айран да келген шығар? Хат келді. Мынау әйел ғой? Бұл Гүлсім апай ғой. Сәлеметсіз бе, Гүлсім апай? Сәлеметсіз бе, балалар? Аталарың ауырып қалыпты. Мына хатты беріп жіберіп еді. Nasıl? Mаған. Ай, бал шекерлеп